Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, қалайсыздар? Әрине, YouTube каналға көптен бері видео шықпай кетті, ал бүгін толыққанды видео шығарам, кішкене ұзағырақ қылып, барлық көліктерді сыйғызуға тырысам. Джибі бар, арзаны, қымбаты. Сондықтан достар, YouTube каналға тіркеліп қойыңыздар. Және достар, Instagram бар, TikTok бар, барлығын жазып қоям осы видеоның астына. Сояққа да өтіңіздер. Ол жақта күнделікті пост, stories, YouTube-қа қарағанда видеолар тез шығады. Сондықтан міндетті түрде Instagram-ға, TikTok-қа тіркеліңіздер. Және достар, тағы да бір жаңалық. Егер де осы жаққа келіп көлік алатын болсаңыздар, біздер өзіміздің логистикалық компаниямызды ашып жатырмыз. Тез жеткізуге әрі кез келген қазаққа сенімді түрде 100% гарантиямен Қазақстан, жалпы Ақтау, Алматы, Қырғызстан, даже в Россию деп қояйын ба, орыстарға да жеткізіп береміз. Ендеше міндетті түрде хабарласыңыздар, осы Грузияға келіп өздеріміз алам десеңіздер де жіберу жағын көмектесіп береміз. Ешқандай уайымдамастан Қазақстаннан күтіп ала аласыздар көліктеріңізді. Ал ендеше көліктерді тамашалайық, бағалары. Достар, алдарыңызда екі қызыл тұр екен, әдемі красавчиктер. Көрсетіп шығайын. Мынау 13.800 долларға барады, Ақтауға дейін. Миды ашытпай, в общем, Ақтауға дейін баратын сомасын айтайын. 13.800 да? 13.800 долларға барады. Так, 1.8 объем 13 жылғы C-класс купе. Іштері қара, былғар екен, толықтай. Әдем негіз, қып-қызыл S250 деген. Мынау қасындағы дәке қанша барады неде? Мынау 11.800, бұның ортасы Алькантар екен. Бұл да 1.8-13 жылғы. Екеуі де купе қойы. В общем, үсті панорама криша, әрине саудасы болуы мүмкін. Міндетті түрде саудасы болады. Егер осындай қызыл мерседестер керек болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Ал мынау ақ Mercedes C-класс. Бұл да 1.8 турбо 12 жылғы 4 есікті, іші ақ кожа екен. Былғары. Бұның бағасын экранға қойып кетем, есептеп. Ақтауға баратын суммасы. Бұда да қара криша, панорама, C250. Мыналар купе болса, мынау 4 есікті. Ал достар, мынау C-класстан бастады. Енді C-класс 18 жылғы екілік. Осы жердегі бағасы достар 34.000 доллар, 11.000 миль жүрген. Іштерін қараңыздар, қандай, керемет деген салон ғой. Мынандайдан біреуін алып алсаң жетеді ғой. Артын қараңыздар. S300. Қап-қара дерск екен. Фарлардың өздерін қараңыздар. Әдемісінен кеткен екен. Қалай? Қою көк екен, негізі қара емес. Күнге шағылысқанда көрінеді. Гольф тұр алдарыңызда 6.500 доллар дейді бағасы. 13 жылғы 2.5. 98.000 миль жүрген екен. Қап-қара тонировкамен. Титанкіні қара. Гольф дейсіз ғой. Жақсы көліктердің бірі осыларда. Немістің халық үшін арналған. Тағы да Volkswagen Jetta деген түрі. 10.500 осы жердегі бағасы, достар. Грузиядағы бағасы. Люкпен екілік көлем 16 жылға ақ болғаннан кейін күн тәртіпті жақсы екен. Бұл да тонировкамен, іші кожа. Үшін былғары орындықтар. GLI дейді. Парктрониктермен аппақ аккуратный әдем болып тұр екен. Ап-таза. 10.500 доллар. Әрине бұның жеткізуі бар, услуга бар, сондықтан толыққанды білгілеріңіз келсе, міндетті түрде WhatsApp-қа шығыңыздар. Так, Audi сұраушылар көп. Audi RS4 деген көлік 10.500 доллар. Қараңыздар бағалары. Теңгемен шаққанда 5 миллион теңге ғой. 13 жылғы екілік A4 деген. Люкпен ішіндегі бұлғарыны қараңыздар. Қоңыр қандай әдемі Audi A4 деген Quattro. Бесключевой доступ, в общем, бәрі бар ғой мынада. Достар, мына BMW E60-ті қарағыңыздар. Бояу сияқты, сиятүс. Парктрониктармен дискілерін қараңыздар қандай. M5 дейді, M5. 23.500 дейді ғой бағасы. Бестік объеммен 2006 жылғы люкпен. Іш толықтай былғары.
Қап-қара екен мынау қойылар үстіндегі. Мерседес 203 $8,000 Ақтауға барады. Аппақ люкпен кәдімгі әдемі екен. Туф, орындықтарын қарашы, тап-таза ғой, адам отырмағандай ғой. 2-3 мотормен. $8,000 парктрониктермен Ақтаудан шығарып алып кетесіз. Әдемі Мерседес. Арзан көліктердің бірі міне Шкода Фабия. $5,400 Ақтаудан шығады. Механика. Кежібек түрі. Іштері мата тап-таза негізінде. Ал олып тебесіңдер ғой бұнда. 1/2 объеммен. Арзан көліктер қатары, достар. Простой дискі. Volkswagen Jetta 1/8 объеммен. Нешеге барады Ақтауға? 8,000-ға барады да, в общем. 14 жылғы 1/8. Іштері Типтроник, кожа рожа, былғары салон, артқы крила. И бір қарағанда сырланған сияқты. Jetta. Әдемі екен, негізі арзан. Арзан көліктер, достар. $8,000 Ақтауға барады. Жан тұрсырды. Так, достар, 211 Мерседес $9,000 Ақтауға барам деп тұр мынау. Қап-қара түскен Титанка AMG. 3,5 объем. Жылы қанша да әке қарап жүресіз. 2008 ба? 2008 жылғы артқы парктрониктер бар екен. Шені алыстан түсіріп алып атқаным. Көріп тұрсыңдар ғой, 211 Мерседес $9,000 Ақтауға барады. Ал, достар, BMW X5 $13,000 Ақтауға дейін. 15,500 Вт. 2013 жылғы 3-тік объем. Транзитпен алып кетуге болады ғой бұны деген. Специально. Әдемі X5-тар. Кузов, осы екінші кузов әдемі да, біріншіге қарағанда кішкене әдемі. Іштері былғары, қап-қара кәдімгідей. Немістер қараны жақсы көреді. Қара салон. Достар, алдарыңызда аппақ Volkswagen Jetta деген көлік. $9,000 Ақтауға топ етіп түседі ғой, төрт аяғы. Іштері былғары, ашық екен. Кожасы светлый. Типтроник. Jetta 2/5 есе. Әдемі. Қысқы дөңгелектер тұр екен. Резиндер. $9,000 арзандау көлік дейтіндер болсаңыз, міне осы вариант. Негізі орыстар көп тасиды осы Volkswagen. Ал мына Volkswagen 8,800 саудасы бар, әрине саудаласы болады. 2012 жылғы 2/5 іші қара былғары екен. Механика оны еще. Механика жақсы көретіндерге. Неге механика қылды екен онан? Монитормен кәдімгі. Люк. Достар, міне Fiat 500 дейтін көлік. Кішкентай кәдімгі. Женской деймін ба, женской. Қызық екен, кішкентай көлік 500 Fiat деген. Автомат. Қызбайды. Іштері кожа, еще артына да бір-екі адам секіріп болады екен. Ақтауға дейін баратын ценасы қазір айтайын мен. Баратын ценасын бір айтқан дұрыс та. $8,000 барады екен, $7,500-8,000. Так, достар, Hyundai Sonata. Нешінші жылғы мынау? 14. 1/6 объем бірақ. Почти сол 10,5-11,000 шамасына барады Ақтауға дейін. Эко. Іштері әдемі екен кәдімгі.
Тап-таза. Кілтпен қызат, люк жоқ. Әдемі ғой. Саната 13-ші жылға. 14-ші жылға. Hyundai Accent 19-ші жылғы достар. 22 000 миль жүрген. $9,000 ғой осы жердегі бағасы. 19-ші жылғы 1.6. Автомат. Дәлірек айтқанда Tiptronic мата орындықтары. Accent деген көлік. Таза. Свежий. Америка. Диск, простой диск. Hyundai Elantra. Қып-қызыл екен, вишневый ма не? 14-ші жылғы 1.8. $9,000 Ақтауға барып гіп етіп түседі екен. 8,5-9-ға барады ғой, ден дұрыстары дейсіз. Жүріп бір талайын. Көріп тұрғаныңыздай, анағында сырты жанып тұр, таза әдемі. 1.8 мотормен 14-ші жылғы. Так, достар, 50-50 естерінде бағасын бір көрсетіп келейін. 50-лік $8,800, 13-ші жылғы 2.5. Мынау простой дискімен $12,000 дейді ғой. 16-ші жылғы 2.5. Мынау 50 $12,900. Осы жерде тұрған бағалары 15-ші жылғы. Мынау 8,800. Бұлардың бәрі без растамашка, қызыл. 13-тен бастап транзитпен алып кетуге болады. $8,800. 14-ші жылғы мынау. Мынау $7,800. 13-ші жылғы 2.5. Мияқтың бәрі 50-лік келген. 50 естік. Мына 50 естік тұр міне. 50-лік. 8,300. 12-ші жылғы. Осылай 50-50 естердің бағалары. 8,800. Ақ тұр екен әдемі. $8,700. 2012-ші жылғы. Достар, BMW 2021-ді қараңдар. Түрлері қандай? Дерск. Бағасын қара $47,000. Екілік 2021. Люк. Орындықтарды қараңдар. Parktronic 530i. Мынау да 13-ші жылғы 3.5 көлеммен. Мынаның іші ашық түс екен енді. Дизель дейді ғой бірақта, Ішкі салонын қараңыздар, ашық ақ сары. X5. Мынау ақ болса, мынау қара. $13,800. 3.5 13-ші жылғы. Ал мынау 212 Dore Style. 2012 жылғы екен, өзі де 3-түк. Дизель екен бірақ, дизель қажет жоқ. Достар, 2009 жылғы алғашқы шыққан E212-лер. Так, 3.5 көлеммен 2009 жылғы 84 миль. Қара былғары. Ақтауға дейін бағасы осындай сума. 350. 4 матик дейді. Асфальт түс, қара былғары. Деревянный ставки. Дерзкий Мерседес. Ал мынау уже рестайлинг. Фарлар қосылып кеткен. Осы жердегі бағасы 14,350 дейді. 3.5 13-ші жылғы. Сырты қара, іші ақ кожа екен, былғары толықтай. Сағаты мен престижный. Достар, нөмір тастап кетем біздің. Осы жердегі WhatsApp нөмір 2 аламыз. Міндетті түрде WhatsApp-қа шығыңыздар. Туф, мына айымгіні. S250 жаңағы сияқты болды.
$9500 өш жердегі бағасы. 1,8, 12. Мынау $7000 13 жылға. Мынаны қараңыздар. Арзан. Үстінде люгімен $7000. Үштік көлем 10 жылға 116 миль жүрген, іші қара былғары. Дерске көліктер ғой осылар, е? Мына кожаларына адам отырмаған сияқты ғой вообще.